онлайн мектепте өз сабағыңызды қосу үшін күнді белгілейсіз. Сабақты қосуға басасыз. Сыныпты таңдайсыз. Пәнді таңдайсыз. Содан кейін сабақтың түріне менің сабағым дейсіз. Сабақты таңдайсыз. Тақырыбын енгізесіз. Мысалы, 10-шы сабақ дей салайық. Сақтау. Енді өту батырмасына басып, мына тапсырма деген жерде барлық орналастыратын мәтіндеріңізді бәрін қойып аласыздар. Тексттарыңызды, одан кейін мына файл қосу арқылы біз видео, басқа да нәрселерімізді қосуға болады дедік. Бірақ YouTube'дағы сілтемені бірден қою үшін осы жерде. Мысалы, YouTube арнасының видеоны мұқият қараңыз. Енді осы жерге видеоны кірістіру үшін видеоға барамыз. Осының поделиться деген жерінен барамыз да. Копировать деп ссылкасын алып аламыз. Қайтадан осы жерге келеміз де. Мына құрал-саймандар тұрған жердегі батырмаларға қарасаңыз, шет жағында кино лента сияқты кнопка бар. Сол кнопкаға басамыз. Мынандай шығатын Enter видео, сілтемені салыңыз. Осы жерге мышканың оң жағын басып ставить дейсіз. Соны save сақтауға басамыз. Жаңағы видео келіп осы жерге түседі. Мына курсорды белгілеп, Enterді бассаңыз, мына бет үлкейе береді. Басқа да сілтемелерді қосуға болады. Мысалы, тесттің сілтемесін алатын болсақ, мына жерде отправить деген жерге бассақ, сілтемені бассақ, копировать дейміз. Сілтемені алып алдық. Енді тестті шешіңіз. Бұл жерде сілтеменің кнопкасына басамыз, сілтемені қоямыз, save батырмасына басамыз. Міне, жаңағы оқушыларға жіберілетін тесттің осы жерге келіп орналаса алады. Содан кейін басқа да қоятын нәрселеріңізді қойып болған соң жіберу деген кнопкаға басамыз. Мінекейіңіз. Бар болған осы. Мен қазір бұны өшіріп тастайын, өйткені бұл бізде өтіп кеткен тест тапсырмасы болған.